Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео көпшіліктің сұрағы бойынша көгершіндер жөнінде болмақ. Көбі сұрап жатыр, менен көгершінді неге бағасың, көгершінден қандай пайда бар, қанша ақша табасың деген сияқты ғой. Құрметті бауырлар, мен көгершінден ақша тауып жатқан жоқпын қазіргі таңда. Біздер көгершінді хобби ретінде бағамыз. Жалпы енді мен бұрында көгершінді бала кезімде асыраған болатын. Атырау қаласында Доссор поселкесінде тұрған кезде, Доссорда тұрғанда асырадым көгершінді. Ол кезде менде көзде баста давление болған. Сол үшін көгершін асыраған болатын. Онда да ютубта неден қарап байқап қалдым. Бірдемеден оқыдым. Сол кезде мына көгершін асырасаңыз көзге, басқа давлениеге жақсы деген болатын. Енді көгершінің пайдасын айта кетейін. Енді бұл дейді мына басқа пайдалы деп жатырмын ғой, сол туралы айтып кетейін. Мына көгершін ұшырған кезде адам жоғарыға қарайды. Адам жоғарыға қарағанда осы бас ауыратын адамдар бастары айнала бастайды. Жоғарыдан төменге қарағанда айнала бастайды. Көзде давление болады. Солардың барлығы мына көгершін ұшырған кезде жоғарыға қарап көзі әрлі-берлі ойнатқан кезде мына қаратасы көзі былай-былай қарағанда сізге көздің жаттығуы, бастың айналуы, барлығы жаттығу жасаған кезде бәрі кетеді. Сол үшін көгершінді асырайды. Енді кейбір кісілер көгершінді для себе хобби ретінде де ұстайды. Көгершінге азарт ретінде кіріп кеткенде адамдар бар. Мысалы 5 мың, 10 мың, 20 мың, 50 мыңның көгершіндерінен дәл көгершінді сатып алып жатқан адамдар бар. Ол адамдар уже көгершінге басымен кіріп кеткендер уже көгершінге до конца. Ал енді біздер ондай кіріп кетіп жатқан жоқпыз. Біздерге для себе хобби ретінде бізде бакинстар бар, и простой белыйлар бар, шайкілер бар, мраморлар бар деген сияқты. Простой бізде сондай көгершіндер енді. Сол біздікі сол хобби ретінде балам ұстап жатыр. Балам папа көгершін ұстайыншы дегесін соған алып бердім. Енді қазіргі таңда өзімнің де қызығушылығым оянып жатыр жайлап. Бұлар да енді қазір жұмыртқада жатыр. Алдағы уақытта көреміз енді. Біреулер сұрау жатса, енді сатуға стоит болып жатса, енді көгершіндерім ала бұйыртса, енді мүмкін сатып қалуда мүмкінбіз. Бірақ енді барлығын білмеймін, енді барлығын Алла тағала біледі ғой. Әзірге осы. Жалпы енді көгершінді сосын мына былай ақша тауып алады көгершін айтпашы. Мынандай ақ құстар ұстайсыздар, чисто белый ұстайсыздар. Мынандай чисто ақ құстар, чисто белый ұстайсыздар. Бакинс болсын, не болсын, чисто белый ұстайсыздар. Оларды мына мектеп жастағылар түлектер бар ғой. 11 бітіргендер бар, 9 бітіргендер бар. Және үйленіп жатқандар бар. ЗАГСтың алдына барып, екі көгершінді парысымен 5 мың теңгеге жалдасаңыздар болады. Және де мына мектеп бітіріп жатқан оқушыларға да бір көгершінді 1000 теңгеден берсеңіздер, енді өзіңіз қайтып келетін көгершіндерді бересіз ғой. Енді ауыл арасындағы адамдарға берсеңіздер, сөйтіп 1000 теңгеден бір көгершін жалдасаңыздар болады. Ал енді көгершінің мысалы 2000 теңге тұратын болса, көгершін көз адам 2000 теңгесі 2000 теңгеге беруге болады. Келсін келмей қалсын, әйтеуір ақшаңыз далаға кетпейді. Ал өзіңіздің қалтаңызда қалады, көгершіңіз ұшып кетеді, или бірден болып кетеді, короче. Енді әркім өзіне қарайды. Менде енді қазір мына көгершін ауырып тұр екен, астында мына тұрған. Кабын аламыз да деп зытырамыз. Астында тұрған белый да тоже ауырып тұр екен, оны да тоже зытырамыз қазір. Қалған құстар шүкір нормально. Ауырып тұрған құстарды бірден зытырам. Бүрісіп тұрған құстарды, дені дұрыс құстарды ұстаған дұрыс. Жалпы ауырып тұрған құстарды ұстамағандарыңызға кеңес берем. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Түсінбей жатсаңыздар комментария жазыңыздар, түсіндіріп кетемін. Все, давайте.